Жылдам ақпараттарға да көріңіздер, хабардар болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Қазақстанда зейнетақы төлемдерін жеке табыс салығынан босату қашан қаралады? Экономика министрлігі қазақстандықтардың зейнетақы төлемдерін жеке табыс салығынан босату мүмкіндігіне қатысты пікір білдірді. Ведомство қазіргі уақытта елдің салық кодексіне сәйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан алынатын зейнетақы төлемдерін табыс көзі ретінде жеке табыс салығы мен салық салынатын кіріске жататынын еске салады. Бұл мәселенің әлеуметтік маңыздылығын, сондай-ақ халықаралық тәжірибеде салықтық шегерімдер мен жеңілдіктер ескере отырып, жаңа салық кодексінің жобасын әзірлеу барысында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдерін ЖТС-тен босату ұсынылып отыр. Алайда жаңа салық кодексінің қабылдануы 2026 жылға шегерілді. Сонымен қатар бұл түзетулер күшіне енгенге дейін зейнетақы жинақтарынан төлемдер жасау кезінде ЖТС ұстау қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізілетіні атап өтілді. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бақылауды жалғастырыңыз.